Қайырлы күн, құрметті достар, және де менің сүйікті шәкірттерім. Біраздан бері сабақ түсірілмей қалды. Олай болса, бізде келесі сабақ, 7-ші сабағымыз Д әрпі көркем жазу сабағы. Қош келдіңіздер бүгінгі сабаққа. Бүгін Д әрпін жазамыз және де оның элементтерімен танысатын боламыз. Мұнда бірнеше мысалдар жазып қойдым. Сонымен қатар, енді біздер сөйлем жазып үйренетін боламыз. Осындай әдемі, таза көркем жазып үйренулеріңізге мендегі сабақтар себепші болады деген үміттемін. Олай болса, сабағымызды бастайық. Бірінші Д әрпін элементтерімен танысып алайық. Ол бізде 3 әріп, яғни 3 элементтен тұрады. Біріншісі, мына жерде қызыл точка қойып қойдым. Көрініп тұр ма? Так. Мында қызыл точка қойып қойдым. Осы қызыл точкадан басталынады. Бізде Д әрпін элементі. Бірінші түзу сызық бойымен түсіреміз. Сосын жолдың, яғни дәптердің астыңғы бөлігіне келген кезде қайырамыз. Бізде уже екінші элемент, бірінші элементі, екінші элементі оны қайырып көтереміз. Және де үшінші элементі біздерде осылай қақпағы, яғни қалпағы сияқты осылай дөңгелектетін боламыз. Бізде Д әрпінің осы 3 элементі. Олай болса, жазып көрейік. Бірінші элементі, екінші элементі және үшінші элементі. Дәл осылай жазып кете береміз. Көрініп тұр ғой, Д әрпін, кіші Д әрпін элементімен таныстыңыздар, Мынау біздерде бірінші элементі, яғни кіші А әрпіне ұқсайды. Екінші элементі және де үшінші элементі. Мінекей екі үлгісін көрсетіп қойдым, әрі қарай жалғастырып көрсетейін. Бірінші элементі, екінші элементі және үшінші элементі. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Түсінікті болып жатыр ма? Егер сабақтар түсінікті болып жатса, жазып үйреніп жатқан болсаңыздар, комментария бөліміне пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар, және де менің арнама тіркеліп алыңыздар. Әрі қарай көркем жазу бойынша жаңа сабақтар болады. Сіздер толыққанды